Сәлем достар. Бүгінгі тақырыбымыз сәнге айналған сленг сөздердің зияны қандай? Бұл тақырып қоғамдағы өзекті мәселелердің бірі. Тілімізде әдеби тілдің заңдылықтарымен үйлеспейтін өзіндік реңкі бар. Белгілі бір тілді ортада ғана қолданатын сөздер бар. Тіл білімінде мұндай сөздер тобын сленг сөздер деп атайды. Қазіргі жастардың сөз қолданысында сленг сөздер жиі кездеседі. Бұлар қазақ тілінің өзіндік мүмкіндігін шектейтін, тілдің тазалығына, тіл саламаттығына қауіп төндіретін сөздер тобы. Әлеуметтік желіде сленг сөздердің көбеюіне ерекше әсер етеді. Сленг сөздердің көбі ағылшын және орыс тілінен алынған. Қазіргі жастардың сөз саптауына бақылау жүргізген кезде олардың сөз қолданысындағы көп қолданатын сленг сөздерді анықтадық. Сленг сөздерді ауызекі сөйлеу тілінде, әлеуметтік желідегі парақшаларындағы жазбаларында жиі кездестіреміз. Мұндай сөз қолданыстары қазақ әдеби тілінің қоғамдағы қызметін шектейді. Өзге тілдің қазақ тілін қолданыстан ығыстыруына себеп болады. Қорыта айтқанда, Ахмет Байтұрсынұлының халықтың түзелуінің үміті жастарда дегендей, қоғамның келешегі жастармен тығыз байланысты. Ал жастардың сөз қолданысына мән беріп, қазақ тілінің тазалығын сақтау, тілді шұбарламау, соған үлес қосу баршамыздың міндетіміз. Бүгінгі сабақта сленгтердің түсіндірмесін және әдеби баламаларын ұсынамыз. Қызыл харіппен жазылған сөздер сленгтер, қара харіппен жазылған сөздер әдеби нормадағы сөздер. Общага, жатақхана. Маршруткаға міну, қоғамдық көлікке міну, әртүрлі тілдік элементтердің қосындысы арқылы жасалған сленг сөз. Гудок тастау, қысқа қоңырау шалу, әртүрлі тілдік элементтердің қосындысы арқылы жасалынған сленг сөз. Гудок орыс тілі, тастау қазақ тілдік элементтер. Потеря болу, әбігер болу, елеңдеу, қобалжу. Пожалуйста, өтініш. Плотно сөйледі, дұрысын сөйледі. Сохранить ету, сақтау. Сеть, желі. Ауызекі сөйлеу тілінде сетте отыр деп айтып жатқан сөздерді көп естиміз. Орыс тілінен сленг. Тема екен, керемет. Орыс тілі мен қазақ тілінен жасалған сленг. Топ, үздік, мықты, алдыда. Ағылшын тілінен енген сленг. Тіреліп алу, қоқаңдау, қазақ тілінен жасалған сленг. Фигурасы ат екен, дене бітімі келісті қыз. Прикол ұстады, мазақ етті, келеке қылды. Типа, ұқсас. Жастардың сөз қолданысында осы типа деген сленгті жиі кездестіреміз. Оны өздеріңіз де білесіздер. Арға жалғастырайық. Аташка, ажека. Ата, әже. Орыс тіліндегі еркелету мәніндегі жұрнақтар жалғаны арқылы жасалған. Өшті, басылып қалды. В общем, жалпы. Орыс тілінен енген кірме сленг. Вроде, сияқты. Орыс тілінен енген кірме сленг. Грамотно айтып тастады. Орынды пікір білдірді. Лексика-семантикалық тәсіл, оның ішінде әртүрлі тілдік элементтердің қосындысы арқылы жасалған сленг сөз. Хотя бы, ең болмағанда. Орыс тілінен тікелей енген сленг. Дану, мәссаған. Орыс тілінен енген кірме сленг сөз. Давай, кеттік, коньяки. Орыс тілінен енген кірме сленг сөз. Дерзкий, өзіне өте сенімді. Орыс тілінен енген кірме сленг сөз. Екі көзім банка болды. Таңғалу. Родной, бауырым. Типаж болу, өзімшіл, өргөкірек. Орыс және қазақ тілінен жасалған сленг. Ары қарай сленг сөздерді жалғастырайық және әдеби баламаларын ұсынамыз. Желіні жарды,
бұл жердегі жарды сөзді шулату мағынасын береді. Әлеуметтік желіні шулату деген мағынада. Хайп, ағылшынның хайп сөзден шыққан танымалдылық, шу, пиар дегенді білдіреді. Дәл қазіргі уақытта трендтегі нәрселерге қатысты қолданылады. Ағылшын тілінен енген сленг. Точно, дәл. Орыс тілінен енген сленг. Желанием жоқ, құлқым жоқ. Орыс қазақ тілдерінің тілдік элементтерінің бірігуі арқылы жасалған. Зың, мықты. Қазақстанның оңтүстік өңірінде пайда болған. Зубрить ету, жаттандыны тақылдап айту. Итак та, онысыз да. Орыс тілінен енген кірме сленг. Косякка кіру, ыңғайсыздыққа тап болу. Картопты жарып айтты, барлығын аузына қаратты, ерекше сөйледі деген мағынада. Сөз мағынасының өзгеру арқылы жасалған сленг сөз. Крутой, мықты. Күлкіден қырылып қалды. Әдеби нормада қатты күлді. Копировать ету, көшірмесін жасау. Кидать етіп кетті, алдап кету. Келатыр, келе жатыр. Грамматикаға тәсіл, оның ішінде бірігу арқылы жасалған сленг сөз. Келемадым, келе алмадым. Кетші, мазамды алма. Қаяққа, қай жаққа. Жазба тілде ауызша тіл элементтерін қосу арқылы пайда болған. Қатайып алыпты, әлде қандай болу, өзінше сықиып киініп алу. Қуғынбай, артық сөйлеп кеткен. Қуады екенсің, жөнсіз сөйлейді екенсің. Жастардың тілінде жиі кездеседі. Бұл сленгтер қораға кірді, алданды, құлаққа лапшы ілу, өтірік айту. Причинасыз, себепсіз. Лақтырып кетті, орта жолдан тастап кетті, алдап кетті деген мағынада да қолданылады. Лайк, әлеуметтік желідегі суреттерге лүпіл басу. Ағылшын тілінде лайк сөзден шыққан. Лақатрон, өтірік. Маяк тастау, қысқа қоңырау шалу, әртүрлі тілдік элементтердің қосындысы арқылы жасалған сленг сөз. Мыняқта, мына жақта. Неғыл дейді, не дейді. Не істеватсың, не істеп жатырсың. Неғып тұрсың, неге тұрсың. Ол бір кадр, бір жүрген қызық адам деген мағынада. Документ ашу, құжатташу. Go, кеттік. Ағылшын тіліндегі go сөзі. Гламурный, сәнді. Кірме сөздер арқылы жасалған сленг сөз. Ужас, сұмдық. Орыс тілінен енген қысқарту тәсілі арқылы жасалған сленг. Чуть-чуть, азғантай, кішкене. Орыс тілінен жасалған сленг. Шемішкеше шақты, жауабын зуылдатып айтып тастау. Орыс тіліндегі семішке сөзін қазақша баламалап айтылған сленг. Шарить, бір нәрсені түсінуді білдіреді. Орыс тілінен енген сленг. Шпор жасау, шпаргалка жасау, жауап парағын дайындау. Орыс тілінен енген қысқартылу тәсілі арқылы жасалған сленг. Шестерка, жағымпаз адам. Орыс тілінен енген сленг. Чики-чики, чики-пуки, керемет. Орыс тілінен жасалған сленг. Фейк, өтірік. Шелек болу, мақтану, өзімшіл болу. Шелек күнделікті өмірде пайдаланатын ыдыс, ауыспалы мағынада жасалған сленг. Жизнь. Қазіргі әлеуметтік желіде жиі естиміз осы сөзді. Өмір, өмірлік жағдай. Прикол, қызық. Короче, қысқасы. Просто, жай. Батя, мамка. Әке, ана. Привычка, әдет. Центр внимания болдық. Бәрінің назары бізде болды. Назар аудару мағынасындағы орыс және қазақ тілінен жасалған сленг. Шок. Шок болдым. Таңғалу. Орыс тілінен енген сленг. Бұл сленгті де жиі естиміз. Шок болдым деп жатады. Шашып тастады. Тез орындады. Жалпы бірінші мағына береді.
қазақ тілінде жасалған сленг. Тормоз ұстау, бөгеліп қалу, орыс және қазақ тілінде жасалған сленг. Так, енді орыс тілінен енген сленг. Супер, керемет. Ағылшын тілінен енген сленг. Пуки-пуки, керемет. Например, мысалы, миды шіріту, бос сөзді көп айту. Лапша ілу, құлақтан тебу, өтірік айту. Лақтырып кетті, орта жолдан тастап кетті, алдап кетті деген мағынада да қолданылады. Қашып кетші, аулақ жүр. Қораға кірді, алданды. Келатыр, келе жатыр. Грамматикалық тәсіл оның ішінде бірігу арқылы жасалған сленг сөз. Келемадым, келе алмадым. Грамматикалық тәсіл оның ішінде бірігу арқылы жасалған сленг сөз. Бошы, тез бошы. Болшы әдеби нормада бөшке толғада сөз мағынасының өзгеру арқылы жасалып тұр. Братишка орыс тіліндегі іні сөзі қазақтың төл дыбыстарын қолдану арқылы жасалған сленг сөз. Батя, әке, орыс тілінен енген кірме сленг. Бай-бай, көріскенше сау бол. Ағылшын тілінен енген сленг сөз. Бай-бай, базар жоқ, күшті, өзіне сенімді болу. Ауыздан авария болды, бәлеге ұрынды. Апат сөзінің орыс тіліндегі баламасын қолдану арқылы қалыптасқан. Может, мүмкін, орыс тілінен енген кірме сленг. Сленгтердің комиксті сөздігі кітабынан алынды. Құрметті достар, сәнге айналған сленг сөздердің зияны қандай? Бұлар қазақ тілінің өзіндік мүмкіндігін шектейтін, тұнығын лайлайтын, тілдің тазалығына, тілдің тұнықтығына, тілдің саламаттығына қауіп төндіретін сөздер тобы. Сондықтан, сәнге айналған сленг сөздердің орнына өзіміздің әдеби нормадағы көркем тілімізбен ойымызды, пікірімізді білдірейік. Кездескенше сау болыңыздар.